Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздермен пицца хот-догтың рецептісімен бөліспекшімін. Алдымен жылы сүтімізді алып, оған бір қасық құмшекерді салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне тағы да бір қасық ашытқымызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып шетке 15 минутқа алып қоямыз. Мен алдын ала ұн илеуіштен дайындап алған ұнымдың үстіне бір қасық тұз салдым. Оның үстіне бір жұмыртқа, оның үстінен дайын көтеріліп тұрған жылы сүтті құйып, баяу жай-жаймен қамырымызды илеп аламыз. Илеп алған қамырымыздың үстіне оливка майын құямыз. Егер сіздерде оливка майы болмаса, сұйық майды құя берсеңіздер болады. Жақсылап илеп, шетке қойып ашытамыз. Ашып көтерілген қамырымызды екі бөлікке бөліп, бір бөлігін қалыңдау етіп жайып аламыз. Шеттеріне сосискамызды қойып, қатты басып орап шығамыз. Ашылып кетпеу керек. Жақсылап орап, шеттерін қатты басып шыққаннан кейін, орап шыққан қамырымыздың үстінен пышақпен кесеміз. Кесілген жерінде гүл серіктес етіп, тағы да орап шығамыз. Ортасына кетчуп сүреміз. Егер сіздер майонез немесе басқа да томат сүртсеңіздер болады, өздеріңіздің қалауыңызбен. Кетчуптың үстінен үккіштен өткізілген майдаланған ірімшікті сеуіп шықтық. Оның үстіне алдын ала кесіп дайындап қойған қызанақтың үстіне колбасаларды, оның үстінен тұздалған қиярды салып, үстінен тағы да майда сосискелердің қалғандарын салып шығып, ірімшікті сеуіп, шеттеріне жұмыртқаның сары уызын сүртіп, үстінен күнжіт сеуіп, 250-300 градус қызып тұрған пешкамызға салып пісіріп аламыз. Мінекей пиццамыз дайын, жұмсақ әрі тойымды, дәмі ерекше болып шығады. Таңғы асқа, балдарыңыздың мектебіне дайындап берсеңіздер болады.